Dur! Алақай, жаңа күн, жаңа сынақтар. Тұрыңдар. Тағы да бұрмейді беріңіздерші. Қару-жарақ жайында және әскер қызметшілері біздің тыныштығымызды қалай қорғайтын жайында білгің келсе, біздің бағдарламаны жіберіп алма. Ояңдар, тұр! Киінеміз, жауынгерлер, тездетеміз. Бол! Түзел, тек тұр. Жинақтал. Жинақталу үстіңгі киімнен астыңғы киімге қарай жасалады. Жинақталу доғар. Түзел, тек тұр. Қазір біз таңғы жаттығуға баратын боламыз. Оңға. Жаттығу алаңына қарай. Жүгірі, адым, бас. Бір, екі, үш, төрт. Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Бол, тездетеміз. Төсекті жинаймыз. Тек тұр, киінуді баста. Екі, бір, түзел, тек тұр. Жарайсыңдар. Осы беттерінен таймаңдар. Жаңызы сұраққа ұрсақ па? Рұқсат. Біз бүгін қандай сабақ өтеміз? Дұрыс сұрақ. Біз бүгін теория жүзінде бөлімшелер арасында қалай байланысқа шығатын үйренетін боламыз. Яғни шайқас кезінде немесе күнделікті жағдайларда қалай бір-бірімен байланысатынын өтеміз. Ал тәжірибе жүзінде Ми-17 тікұшағынан секіруді үйренесіңдер. Кәдімгі тікұшақтан ба? Оны барған соң көретін боласыңдар. Қазір әңмен доғар, түзел, тек тұр, оңға, таңғасқа, адым, бас. Шын тікұшақ болса екен, мен тікұшақтан секіруге дайынмын, асыға күтемін. Таңға шүге кіріс. Ас болсын десаншылар. Рахмет! Кел қол күрестірейік. Кел, қып тастаймыз ғой. Аттым ғой, мен қол күрестен ең мықтымын. Мен тіпті мектептегі үлкен балаларды жеңетінмін. Тағы кіммен мен күреседі? Тоқтат, не істеп отырсыңдар тағы? Жауынгер, білек күші болса ақылдың керегі жоқ деп ойлайсың ба? Естіген жоқпын. Жоқ.
Есіңде болсын, жауынгер. Мақтаншақтық жауынгерге тән қасиет емес. Күлкілі нәрсе айтып тұрмын ба? Жоқ. Доғар күлкіні. Тек тұр. Менің бөлімшемде болсаңдар, әлі-ақ нағыз жауынгердің қарапайым боларын түсінесіңдер. Ал қазір кезектен тыс кезекшілік. Түсінікті ме? Дәл солай. Естімей тұрмын. Дәл солай. Отыр. Сотқарлық доғарамыз. Таңғы ас жеуге кіріс. Қызық екен. Мен қыздардың қарапайым болу керек деп жиі еститінмін. Әлде қарапайымдылық жалпы жақсы адамға тән қасиет пе екен? Мысалы, менің сүйікті боксерім Геннадий Головкин. Бірақ оның мақтанғанын көрмеппін. Өзі әйгілі чемпион болса да, өте қарапайым. Тек тұр. Мә, сержант мырза, менің туған ағам болғанда ғой. Я, менің де ағам болғанда ғой. Мені де бәрінен қорғаушы еді. Я, жауынгерлер, дұрыс айтасыңдар. Әскери қызметкерлер әрқашанда сыйлы болған. Өйткені олардың басты міндеті халық тыныштығы. Өз қызметтеріңді шынайы атқарсаңдар, сендер де сыйлы боласыңдар. Түсінікті ме? Дәл солай. Жарайсыңдар. Оңға. Меніңше күштілер әлсіздерді қорғау керек. Әркім өз қамын ойлайтын қоғамда көптеген түсініспеушіліктер пайда болады. Кешегі сотқарлар, аналардың еркелері, әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізбен бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Бөлімше, тұр! Тік тұр, назар ортаға. Сержант мырза, бөлімше сабаққа дайын. Бөлімше командирі, қатардағы тұрсыңыз. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Саулық тілейміз, сержант мырза. Еркін тұр. Отыр. Еркін тұр, отыр. Отыр. Дәптерді ашамыз, бүгінгі тақырып жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз әскери байланыс құралдары. Әскери байланыс құралдары жалпы соғыста, әскери іс-шараларда, шайқас жағдайында өте қажет. Радио 19 ғасырдың ең үлкен жетістіктерінің бірі. Ол әлі күнге дейін сымсыз деректер жіберу үшін әсіресе әскерде қолданылады. Орыс физик Александр Попов радио жасаушылардың бірі болып саналады. 1895 жылдың 7 мамырында радио байланыстың бірінші сеансын өткізді. Американдық Никола Тесла 1893 жылда радио таратқышты, 2 жылдан кейін радио қабылдағышты жасауды патенттеді. 1938 жылғы Герберт Уэллстің «Әлемдер соғысы» кітабының желісі бойынша өткен радиоспектакль ақшта үрей тудырды. Американдықтар ол спектакльді шынайы жаңалықтар деп қабылдап, Ақ үйге Марс тұрғындары шабуыл жасады деп ойлады. Радио арқасында хакер сөзі пайда болды. Радиостанциялардағы құпия парольдерді бұзушылар осылай аталды. Әлемдегі алғашқы интернет радиостанцияны 1993 жылы американдық технолог және жазушы Карл Маламут желге қосты. Ол интернет толк радио деп аталды. Өздерің көріп тұрғандай, ортада тұрған радио байланыс құралы. Осы құралды нақты түсіндіретін ортаға маманды шақырам. Бөлімше, тұр! Тек тұр! Назар ортаға. Аға сержант мырза, бөлімше радио байланыс сабақтарына сапқа тұрғызылды. Баяндап тұрған сержант Таңқаман. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Саулық тілейміз, аға сержант мырза. Еркін тұр, отыр. Еркін тұр, отыр. Менің есімім Батырбек Есмырза Бекмырзаұлы. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгінгі байланыс құралдарымен таныстыру үшін келіп отырмын. Бұл әскери байланыс құралы. Бұл байланыс құралын әскери қызметші өзімен бірге тасымалдау үшін арналған. Байланыс құралдарының детальдары. Тарихқа үңілетін болсақ, байланысы жақсы жауынгерлер, байланысы жақсы әскер әрқашанда жеңіске жетіп отырған. Егерде штабпен жақсы байланысып, бір-бірімен ұйымдасқан түрде жұмыс жасаған әскер, ол әрқашанда берілген бұйрықты, жасалған тактиканы
жасалған жоспар бойынша жұмыс жасап, әрқашан біркелкі қозғалған. Әскери байланыс командир мен штаб арасындағы байланысты және жауынгерлер мен қару-жарақты басқаруды қамтамасыз етеді. Қуатталған батарейкасын мына жерде 3 отверстие көрдіңдер ғой. Соны рацияның астындағы 3 өзінің орнына кигізу керекпіз. Одан кейінгі антеннасын таққаннан кейін қосу кнопкасын қандай толқын беріледі, сол толқынның арнасын ұстаймыз. Осылай байланысқа шығамыз. Мына кнопканы басу арқылы сөйлейміз микрофонға. Келесі жауынгермен байланыс орнатылады. Түсінікті ме? Жауынгерлер жақынырақ келіп көрсеңдер болады. Яғни байланыс бойынша бөлімше командирі басқа жауынгерлер қайда және не керек екенін біліп тұра ма сонда? Дұрыс айтасың, жауынгер. Соғыс кезінде барлаушыдан арнайы хабар алып, осы радио байланыс құралдары арқылы, яғни шабуылдың алдын алып отырған. Бұл соғыс кезінде радио байланыс құралдарының өте септігі көп деген. Тарихта өткен көп шайқастардың нәтижесі байланыстың жақсы болуына тікелей байланысты екенін көрсетеді. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат па? Рұқсат. Демек, жақсы ұйымдастырылған байланыс жеңіс кепілі. Жақсы ұйымдастырылған байланыс жеңіс кепілі. Радио байланыстың дамуы әскери салада өте үлкен септігін тигізді. Бұл саладағы зерттеулер нәтижесінде радиобайланыс, радионавигация, радиолокация және қаруды радио басқару мүмкіндіктері пайда болды. Бүгінгі сабақ түсінікті ме? Түсінікті болса, тұр! Осымен сарбаздар теориялық сабағымыз аяқталды. Ал енді қазір тікұшақтан секіруді үйренеміз. Әлемдік коммуникация басқарады деген осы шығар. Ақпаратты дер кезінде жеткізу өте маңызды. Тіпті бір ұлттың өмірі осыған байланысты болуы мүмкін. Бүгінгі сабақта түсінгенім осы, бұрын бұл тақырыпты ойланып көрмеппін. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Сектор, адам, бас! Оң иғалға. Орында. Тоқта. 1, 2. Оңға. Зүл. Сектор. Жауынгерлер. Қазір біз Ми-17 тікұшағына мініп секіруді үйренетін боламыз. Түсінікті ме? Дәл солай! Алақай нағыз әскери жаттығу. Сонымен жауынгерлер Ми-17 тікұшағы арнайы десантшыларға арналған. Парашютпен мініп секіруге арналған арнайы құрылғылары бар. Бұл модельде тіпті қару тасымалдайтын борты да бар. Сонымен қоса бұмен жүкті тасымалдауға да болады. Жүкті арнайы ортаңғы бөлікке немесе сыртқа ілмек келуге болады. Жүк бөлігі 24 орыннан тұрады. Оны жинап тастауға да болады. Ми-17 тікұшағы совет ғалымы Михаил Мильдің құрастырғыш бюросында шығарылды. Ми-17 1961 жылы шығарылған әйгілі Ми-8 тікұшағының модификациясы. Ми-17 тікұшағы әлемнің 20 мемлекетінде қолданылады. Тікұшақтың бұл моделі 1991 жылдан бастап Ресей мемлекетінде шығарыла бастады. Тікұшақтың тағы бір түрі жауынгерлер арнайы құтқару жұмыстарын жасауға арналған. Онда арнайы прожекторлар орналасқан, яғни түнде құтқару жұмыстарын жасау үшін. Түсінікті ме? Дәл солай! Тікұшақтың ұшуға арналған сипаттамалары оны әскерде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Ол арнайы зеңбіректермен, әскери кешендермен жабдықталған. Зүл! Тек тұр! Жауынгерлер, ендеше осы жаттығуларды үйрететін арнайы маман шақырам. Тек тұр! Назар ортаға! Аға сержант мырза! Бөлімше сабаққа дайын. Баяндап тұрған бөлімше командирі сержант Таңқаман. Саламатсыңдар ма десантшылар? Саулық тілейміз, аға сержант мырза! Еркін тұр. Еркін тұр. Балалар, бүгінгі сабақта Ми-17 ұшағына мініп секіруді үйренеміз. Бірінші оқу нүктесінен екінші оқу нүктесіне дейін секіріп, аяқты шынықтырамыз. Мен сендерге қазір көрсетем, сендер солай секіріңдер. Солға. Жіпті көтереміз, аяқтарыңды қосасыңдар.
аяқты қосып, осылай секіресіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай. Тоқта. Баспалдақпен мініп, борттың ішкі жақтарынан ұстайсыңдар. Бірінші топ оң жаққа орналасады. Бірінші топ солға, тікұшаққа адым бас. Десанттық топта мен бірінші болу керекпін. Неге сен? Себебі мен шымырмын. Доғар әңгімені. Жаттығуға кіріс. Десантшылар тобына кез келген жауынгер мүше бола бермейді. Тек көптеген сынақтардан өткен жауынгер ғана десантшы бола алады. Олардың физикалық және әскери дайындықтары өте жоғары болу тиіс. Қысқасы, мына мен сияқтылар. Танкілер, автоматтар елі жетпегені тікұшақ еді. Себебі десантшылар әмбебап жауынгерлер. Нағыз десантшылар әр тікұшақтан секіре білу керек. Доғар әңгімені. Жаттығу жасауға кіріс. 521, 522, 523, кольцо, 524, купол, оңға қарадым, солға қарадым. Секіруге дайындал. Секір. Жауынгер дайынсың ба? Секіруге дайындал. Секір. Зүл. Тек тұр. Екінші мәрте секіруге кіріс. Қайда барасың? Қолымды жіберші. Доғар. Ол Олар. естәулет, қой, естәулет. Доғар. Зүл. Тек тұр. Сапта. Не болатыр жауынгер? Берге. Әскерде төбелескен үшін не болатын білесің ба? Заттарың жинада үйге қайт. Түсінікті ме? Жоқ, сержант мырза, мен жай өзімді жақсы жерінен көрсеткім келді. Мен құтқарушы болғым кеп тұр. Екінші рет олай қайталанбайды, уәде берем. Жауынгер, әскери іс-қимылдар жүргізген кезде тек білек күші ғана емес, сонымен қоса салқынқандылық пен білім қажет. Білек күшін ақылыңмен пайдалануың керек. Түсінікті ме? Дәл солай. Сапқа тұр. Жаттығу жасауға кіріс. Жауынгер дайынсың ба? Иә. Аяғын қос. Дайындал. Секір. Жарайсыңдар жауынгерлер. Осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Ал енді сендерді көптен күткен түскі астарын күтті. Солға. Адым бас. Ас болсын десантшылар. Қатардағы Бержанов өте тынымсыз бала. Қашан көрсең күші тасып жүреді. Иә, жастайынан спорт үйірмесіне қатысқаны өте дұрыс, бірақ ол өз күшін дұрыс әлі пайдалана алмайды. Іштен кетпес, әскер балаларды өзгертеді. Біз оған әлі көмектесетін боламыз. Бұл жерде оған ақыл айтар тәжірибелі жауынгерлер өте көп. Жалпы жақсы бала, нағыз десантшы. Қымбатты досым, саған әскерден жалынды сәлем. Екеуміз бірге баратын спорт үйірмелерін әбден сағындым. Бірақ үйге қайтуға әлі ерте. Мен қатардан қалып қалым келмейді. Мені үлкен істер күтіп тұрған іштей сеземін. Бүгін сержант мырза үйге қайтасын деген кезде қатты қорқып кеттім. Төбелес бастағаныма қатты өкініп қалдым. Күштілер мейірімді болу керек дейді. Кез келген жағдайда төбелесу ер азаматқа жат қылық. Оны маған сержант мырза айтты. Неге екенін білмеймін, бірақ мен оған сенемін. Келесі бағдарламада әскер өмірінің тағы бір қызықты күнін тамашалайсыздар. Қапы қалмаңыздар. Бұл маусымда біздің кейіпкерлерімізбен бірге жас сарбаз мектебіне қатысыңыз.